Сәлем достар. Әуе кемелерінің арқасында адамдар алыс қашықтықты қас қағым сәтте бағындыра алды. Сіздермен бірге дұрыс қадам арнасы. Бүгін біз ұшақ жайында қызықты мәліметтер айтатын боламыз. Әлемдегі ең алғашқы ұшақ Flyer 1. Ұшақты жасап, оған тәжірибе жүргізген ағайынды өнер тапқыштар Уилберт Райт пен Орвилл Райт еді. Flyer 1 екі адамға арналған механикалық ұшақ болады. Ол 1903 жылы әуеге көтерілді. Эксперимент барысында ол әуеде 12 секунд болып 36 метр қашықтықты ұшып өтті. Заманауи техниканың арқасында адамдар ұшақты жетілдіріп, алыс қашықтыққа ұшатын әуе кемелері пайда болды. Соның бірі The Boeing компания жасап шығарған Boeing X-43 әуе кемесі. Boeing X-43 әлемнің ең жылдам ұшағы болып саналады. Оның жылдамдығы 11230 км/сағатқа дейін жетеді. Ол отын ретінде сутегі мен оттегіні қолданады. Ал планетамыздағы ең кішкентай ұшақ BD-5 микро деп аталады. Оның ұзындығы 5 метр, ал салмағы 162 килограмм. Ол соншалықты шағын болғанына қарамастан, кәдімгі ұшақтардан 2 есе тез ұша алатын қасиетке ие. Біліп жүріңіз, жолаушылар ұшағында ең қауіпсіз орын артқы жағы. Статистика бойынша апат кезінде бұл жерде отырған адамдардың аман қалуы 40%-ға жоғарылайды. Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, ең қауіпті уақыт ұшқаннан кейінгі 3 минут және қонуға қалған соңғы 8 минут. Бірақ зерттеулерге сәйкес, әуе кемелері әлемде ең қауіпсіз көлік түрі болып саналады. Себебі әуе апаттарына қарағанда жердегі апаттар көбірек. Жаңа заманның технологиялары ұшақты ұшқышсыз ұшыруға мүмкіндік береді. Дегенмен, қауіпсіздік ережелері бойынша бұған тыйым салынған. Өйткені жолаушылардың өмірін жасанды интеллектке сеніп тапсыруға тыйым салынған. Аспанда ұшақтар қалдыратын із конденсат деп аталады. Ол реактивті қозғалтқыштан шыққан ыстық ауаның әуедегі суық ауамен араласуынан туындайды. Бірақ араласып кеткеннен кейін ол із жоқ болып кетеді. Ұшқыштарға бірдей тамақ жеуге тыйым салынған. Бұл ереже екі ұшқыш бір мезгілде уланып қалмасын деген оймен жасалған. Орташа есеппен алғанда, әрбір ұшаққа жылына бір рет найзағай тиеді. Бірақ заманауи ұшақтар найзағайлардан қорғалған. Америка құрама штаттарында барлық әуежайларда күніне 2 миллион адам ұшады екен. Мишель Латито атты француз азаматы Гессена 150 ұшағын толығымен жеп қойған. Бұл процесс 2 жылға созылды. Airbus A380 ең үлкен әуе кемелерінің бірі. Ол 850 жолаушыны тасымалдай алатын күшке ие. Достар, видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліңдер. Ал егер мына қоңыраушаны бассаңдар, біздің ендігі шыққан видеоларымызды ешқашан жібере алмайсыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.